таразға тартып көрсек бола ма? Болады, мінекей таразы. Ұлттық құндылықтарды дәріптеу мақсатында әр жұмада ұлттық тағамдарды балаларға беру жобасын бастағанбыз. 50 граммнан Ең бір қуаныш нәрсеміз сол STEM кабинет бізге келгені. Ол жерде Буфет жоқ па сізде? қанша жыл болды? Буфет жоқ. бізде ат спорты үйірмесі жұмыс жасайды. Осы бір жылдан бері газға өтіп өте қуаныштымыз. Мемлекетімізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Алға қойған мақсатымыз біздің балаларымызда сондай көшпенділер ұлттық ойынның құрамасын қатарына кіргізу. Спорт шеберлігін алуға қазір Қазақстанның біріншілігіне жарысқа кетті. Біз біргеміз, бәрін бірге жеңеміз. Біз республикадағы үздік 100 мектептің қатарына ендік. Мемлекет осындай жағдай істеп отырғанда неге біз құлшынып жұмыс атқармасқа? Ыстық тамағымен таныссақ, қандай болады? Балдар қандай тамақ жеп жатыр? Ас адамның арқауы дейді ғой. Сапалы балдар тамақтанса, әйтеуір денсаулығына бәрібір қайнатылған макарон дейді. 2 рет істейміз. 165 бола ғой. 2 бөліп береміз, кісімен 2 бөліп істейміз. Салмағы өзіңкі ма жалпы? Тура өзі. Кемітіліп жетпей қалғанында жоқ па? Көрсек бола ма? Бір күндік балаға берілетін, асқан балаға берілетін шама. Мына бір балаға Таразға тартып көрсек бола ма? болады, мінекей таразы. Пешатмен ұстай берейін, таза ғой. 50 граммнан 100 грамм. Несі бар, тарының салмағы бар. Мынау бір баланың салаты. Несі мына тарелканың салмағы. Мына бір балаға берілетін нан 20 грамм. Не? 200 грамм жаңағы. Алмас. Қайта тоже осыны қайталап отырмыз. Неше жыл өтіс дегенімізге үйреніп қалдыңыз берді. Сынама алып отырасыздар ғой? Сынама. 147 баламыз бар. 18 оқушы, 16-сы АСП мен 5 классқа, 2 тұлжетіміз бар. Соның 165 оқушы бар, ыстық тамақтан қамтылады. Директор апайымыз болса керек, көріп, Социологтысы, медсестра. денсаулығына сатқызбаймыз. Барлығы осы бірлікті тамақпен ата-аналарға тарапынан келіп, шағын дәптер несіне келіп ұсыныстарын жазып айтып жатыр. Буфет жоқ па сізде? Қанша жыл болды? Буфет жоқ. Тамақ істейтін жеріміз. Мына жақтан не алып бер? Тамақ істейтін жер. Анау не жақ, шақ, мына үйлерді ұстырап. Желдеткіш барлығы істеп тұр. Қазір нелерді көріп қойманы. Кейін нанимать етіп жатыр, мынаның бәрін сояққа шығарамыз. Стеллаж әкелген жоқ әлі. Істеп көрмеді. Мынаның бәрін соға сап қойдық. Арнайы ыдыстарда. Енді мыналардың бәрін стеллаж әкеліп бәрін реттейді. Морозильнигіміз бәрін сап қойған. Еттерді сақтайсыздар. Майымыз, етіміз, торбыз. Еттерді лицензиясы бар көліктермен, сертификаттармен айтасыз. Қандай не Күнделікті не қылатынымыз мынау. зиянды заттарын штаб келсе, күнделікті пайдаланатын заттар. 23 жылы тез арада смета дайындалып, облыстық бюджетке жөнелтіліп, осы біздің мектебіміздің осы едені өте қатты ескіріп кеткен еді кафедрі, сол кафедрі қайтадан ауыстырылып, бюджеттен бізге қаржы бөлінді. Сонымен қатар бізге жаңағы оқушыларға отыратын бастауыш сыныпқа және жоғары сыныпқа бөлек парталар берілді орындықтармен. Сонымен қатар біз STEM кабинетін алдық. Біз енді ең бір қуаныш нәрсеміз сол STEM кабинет бізге келгені. Ол жерде 22 миллиондық бір кабинет берілді. Оның ішінде түрлі жаңағы өзіне қажетті жаңағы оқушыларға қажетті материалдармен және үлкен панелімен берілді. Сонымен қатар биылғы мынау 2024 жылғы бюджеттен біздің мынау фойемізде пластиктері ескіріп тұрған еді. Жел тұрғанда қатты ішке қарай жел өтетін осы пластик ауыстырылды және оқушыларға
жаңағы мектепке кіру мынау несі аймағы өзгертіліп тура мына мектептің алдынан осындай жаңағы кіру есігі бізге жаңағы мемлекеттік есебінен бюджеттен жасалынып берілді. Сонымен қатар бір қуанып айтылатын жағдай бізде 24 жылғы қаңтар айынан былтыр қазір тура 1 жыл болыпты, біз газға көштік. Бұрын көмір жағатынбыз, көмірмен жағылатын мектептің жағдайын жақсы білесіз. Бірде салқын, бірде жылы, бір температураны ұстай алмайтынбыз. Одан кейін көмір әртүрлі сапамен берілетін, оның қалдығы алады, оның шлагы шығады, әйтеуір оның несі өте көп тұғын. Осы 1 жылдан бері газға өтіп, өте қуаныштымыз. Мемлекетімізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Атақты бізде ұлттық құндылықтарды дәріптеу мақсатында біздің мектеп аптаның жұма күні ұлттық күн болып есептелінеді. Біз мектепте былтырғы жаңағы асханадағы жеке кәсіпкермен де жаңағы келісіп, оның үстіне ата-аналарымыздан түрлі кәсіп саласында жұмыс істейтін ата-аналарымыз бізге демеуші болып, біз әр жұмада ұлттық тағамдар күні деп бергенбіз. Біз толық, мысалы бізде 465 оқушы болатын болса, сол күні 465 оқушымыздың барлығы асханадан тегін тамақтанады. Ата-аналардың демеушілігімен ол күні бізге не беріледі? Ол күні бізде ұлттық тағамдар беріледі. Яғни сүттен жасалынған тағамдар құрт міндетті түрде болады, бауырсақ беріледі. Енді түрлі ұлттық тағамдар беріледі. Керемет, ол күні біздің балаларымыздың бәрінің көңіл күйі жақсы. 465 оқушының барлығы рахметін айтып, сол күні тегін тамақтанады. Ұлттық құндылығымызды сайлайтын қазақтың нағыз патриотымыз деп айта аламыз. Керемет дүние ғой. Енді біздің 67-ші Көмешбұлақ жалпы білім беретін мектеп аудандағы бірден-бір мына ұлттық құндылығымызды дәріптеп жатқан, осы біздің өсіп келе жатқан өскелең жас ұрпақтың бойына сіңіріп жатқан бірден-бір білім ошағы деп толық айта аламын. Оған куә, жаңа сөзімнің басында да айтып кеттім, былтырғы 24-ші жылы біздің мектебіміз толық мынау ұлттық құндылықтарды әр жұмада ұлттық тағамдарды балаларға беру жобасын бастағанбыз. Ол біздің ата-аналарымыздың демеушілігімен әрине жүріп жатыр. Өйткені балалар қазіргі таңда мына энергетикалық сусын, тез дайындалатын фастфудтарға өте қатты тәуелді болып қалған. Солардың алдын алу мақсатында неге өзіміздің ұлттық тағамдарымызды дәріптемеске, неге соны балалардың бойына сіңірмеске деген мақсатпен сол жобаны қолға алғанбыз. Тек қана тамақтану емес, біздің мектебімізде мына үлкен үзілісте асық ойнайды балаларымыз, тоғызқұмалақ ойнайды. Одан кейін бізде мектебімізде бір мақтанатын жағдай, бізде ат спорты үйірмесі жұмыс жасайды. Ол жерде біздің балаларымыз көкпар мен жаңағы теңге алу ұлттық спорт ойынына қатысады біздің балаларымыз. Қазіргі таңда 32 оқушымыз сол үйірмеге қатысады. Мына ұлттық құраманың үздік жаттықтырушысы өткенде қыркүйек айында бізде мынау көшпенділер ұлттық ойыны болды ғой. Сол кезде сол кісі сол басы қасында болды. Кейін Түркия еліне барды. Біздің енді алға қойған мақсатымыз біздің балаларымызды сондай көшпенділер ұлттық ойынның құрамасының қатарына кіргізу. Енді соған жұмыс жасап жатырмыз. Ол тренер негізі өзі іздеп келді мектепке. Сол жерден жаңағы осы ұлттық құраманы дайындайтын жер екен. Сол жерде тренировка өткізіп жатқанда біздің балаларымыз мына жақта сайға шығып өздері көкпар тартып жүр екен. Ойнап та балалар. Содан ойландым дейді, мына ауылдың балалары атқа мінеді, бір көкпар тартып, бірақ техникасын білмейді дейді. Соны техникасын үйретіп, болашақ біздің көкпаршыларымыздың қатарына қосуға деп өзі іздеп келді. Мен әрине оны қуана қарсы алдым. Бізде сонымен қатар мектепте тоғызқұмалақ үйірмесі жұмыс жасайды. Көгалдағы хоккей дегенді естігеніңіз бар ма, спорт түрін? Сол біздің облыста өзі енді ғана ашылған екен. 2 жерде ғана жұмыс жасайды. Біреу біздің мектепте көгалдағы хоккей, біз уже республикалық жетістіктеріміз бар одан көгалдағы хоккейден. О да бір керемет спорт. Бізде бар. Біздің балаларымыз қатысады, және мына жерде Green School деген жекеменшік мектеп ашылған. Сол мектептің алаңында дайындалады. Сол мектептің оқушылары қатысады. Осы 2 мектептің оқушылары. Бізге ол Түркістан жаңағы спорт басқармасынан бізге солай тренерлер келіп бізді балаларымыз жаттықтырады. Сонымен қатар бокс бар бізде, еркін күрес бар. Еркін күрестен әйелдер арасында деп айтылады екен ғой. Сол жерде біздің 8-ші сынып оқушысы Қостанай қаласы Жітіқара деген ауданында болған республикалық турнирден 2-ші орын алып келді. Қызымыз еркін күрестен. Енді қазір бокстан 7-ші класстың оқушысы Әлібек Нұрсұлтан деген жаңағы спорт шеберлігін алуға қазір Қазақстанның біріншілігіне жарысқа кетті. Сондай жетістіктеріміз спорт саласынан да өте көп бізде. Сонымен қатар ең бір шоқтығы биік деп айтсақ болады, 2024 жылғы мынау
оқушыларымыздың 4-9 сынып оқушылары бізде сыртқы бақылау деп айтылады, модо дейді. Білім алушылардың білім жетістіктерін бағалау мониторингісін, бұл білім сапасын бағалау. Сол тест тапсырған кезде біз республикадағы үздік 100 мектептің қатарына ендік. Ең жоғарғы көрсеткіш көрсеткен мектеп деп. 2-7 сыныптар арасында зерде ғылыми жоба байқауы өтеді. Сол жерге оқушымыз 6 сыныптың оқушысы Бақтай Айшабек ауданнан бас жүлде алып, кеше облысқа барып, өзінің ғылыми жобасын қорғап, 3-ші орын жеңіп келді. Біздің осындай жетістіктеріміз бар, иә. Елімізде ұлттық құндылығымызды дәріптеу мақсатында осындай игі істер, жұмыстар атқарып жатыр екенсіздер. Өте біз риза болып жатырмыз. Негізі барлық мектептерде қарқынды дамыту керек секілді. Осында біздің былтыр сол ұлттық құндылықтар жобасын қолға алған кезімізде бір ата-анамыз қатты өзі риза болып, осы киіз үйді бізге өзінің қаражатымен жасап әкеп берді. Осы сіздерге одан сайын бір үйлесіп, осы бір құндылықты әрі қарай дәріптеуге өзінің несін ықпалын тигізсін деген мақсатпен өте біз рахметімізді айтамыз. Одан кейін бізде мынау 23 жылдың наурыз айында автобус берілді. Мына көрші ауылдардан бізден 28 оқушы сондай жетістіктеріміз өте көп. Мемлекет осындай жағдай істеп отырғанда неге біз құлшынып жұмыс атқармасқа? Неге біздің болашағымыз балаларға осындай тәлім тәрбие беріп, солардың болашақта үлкен жетістікке жетуіне қолдау көрсетпеске деп, сол бар ынта-шынтамыз салып қызмет атқарып жатқан жайымыз бар. Мектебімізде ұстаздық қызмет атқарған Нұриденова Күләш апамыздың атына осы актовый залды беріп, былтыр сол кісінің ұл-қыздары келіп, осы біздің актовый залымыздың перделеріне, тағы басқа аппаратурамыз бар, керекті заттарымызға демеушілік жасап, сол кісінің атына осыны бердік. Әрине, есімін берудің өзінің үлкен несі жаңағы тарихы бар. Ол кісі кім болды, бұл жерге не себептен есімі берілді деп, мына жерден оқып, біздің балаларымыз апамыздың осы ауылда тұрғанын, осындай еңбегі бар екенін үлгі етеді. Міне осы қызымыз кеше ғана облыстық кітапхана жобасына қатысты. Өте керемет те жоғары деңгейде бағалады. Кімнің шығармасымен қатысты? Күн астына күнекей қыз деген ертегісіне. Ертегімен қатысты, иә? Күн астындағы күнекей қыз деген. Ол жерде қандай тапсырма берілді? Кітапхана жобасында жалпы не істеу керек екен? Ол жерде сұрақтар қойылды және бір-бірімен қарым-қатынас араласуды айтып, бізге сол күн астына күнекей қыз ертегісін тапсырып бердік. Балалар, мынау қазіргі кезде мына телефонға біз тәуелді болып баратырмыз ғой барынша. Енді мынау оқулы кітапты оқу біздің сөз қорымызды байыта түседі, сөз қорымыз молаяды. Сондықтан мынау оқуға құштар болғандарына өте қуаныштымын. Жақсы, барлықтарың осылай мықты біздің жазушыларымыздың шығармасымен танысып, өздерінде сондай шығармалар жазу дәрежесіне жетіңдер деп тілеймін.